Йоу, бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Ойыншек. Бүгінгі видеода мен сіздерге өте кереметте өзімнің МКП-де болған конфликттар айтып беретін боламын. Мен МКП-де кімдермен ұрыстым, кімдермен конфликт болдым, бәрін осы видеодан нақты білетін боласыздар. Сондықтан достар, осы видеоны до конца көріп, лайк, подпискаларыңызды дайындаңыздар. Ал мен бастаймын. Let's go. Видео басында мен сіздерге танышыл Let's Play арнасын ұсынамын. Бұл арнада өте кереметте выживание, кереметте бэдварш және де кереметте ресурс пактарға обзор бар. Өте қатты тырысатын балаға арнасына тіркеліп лайк басып қолдап жіберейік. Соңғы видеосына 10-тен келдім деп тіркеліп және де арнасын 150 подписчикке жеткізіп, оны қуантып жіберейік. Ссылкасы описаниеда болады, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Достар, мен ең алғаш рет МКП-де 2019 мен 2022-де видео түсірген болатынмын. Ол кезде ютубтағы каналым Ойыншек. Ойыншек деген, яғни ол қазіргі емес бұрынғы арнам болатын. Және сол арнадағы ең алғашқы конфликтім ол Протон және қасында Дайс деген балдар болатын. Экранда көргендеріңізде осы бала мен және оның қасындағы досы тұғын. Ол конфликт қалай болды? Ол конфликт, яғни ең басында Протондармен мен жақсы араласам, онша енді қатты араласпаймын, бірақ сәлеміміз түсу болатын. Ол мені реклама сообщество алатын, мен оның реклама сообществосын жасап беретін тұғынмын. Қасындағы бала, ол да тоже МКП-шер, Hello Guys, сендермен Дайс деп амандасатын бір ютубер еді. Және сол, өзі, яғни менің Cast Family-дағы балдарға және маған көптеген артық әңгімелер айтып тастайтын тұғын. Одан кейін біз шыдамай конфликтті, яғни жауапсыз қалдырмай, біздер олардың әрбір стримдарына дизлайк жинап беретін тұғынбыз. Сөйтіп біз 200-ге жуық дизлайк жинап берген болатынбыз. Одан кейін олар өздері конфликтті қойып, маған ылсыма келіп кешірім сұраған тұғын. Бұл менің МКП-дегі ең алғашқы конфликтім болған тұғын. Және екінші конфликт бұл, яғни Нелзи және мен. Нелзи дегенді сіздер қатты танымайсыздар, оны білем. Ол алдыңғы бұрынғы Нелзи емес, басқа, яғни Нелзидің атын жамылатын, фейк десем де болады. Ол мен қалай конфликт болды. Ол мені әр видеомда жамандап, мені балағаттап және әр видеома дизлайк басатын тұғын 2020 жылда аралығында. Одан кейін мен олмен бірақ видео шығарып онда ештеңе істеген жоқпын. Солай олмен ыңғайсыз әңгімелер айтатын тұғын, яғни менің каналыма туралы және мен туралы. Одан кейін оның жалпы әңгімелер ұнамады. Одан кейін олмен вообще сөйлеспей араласпай кеттім. Қазір МКП-де ол бар ма жоқ па, оны нақты білмейді екем. Және менің үшінші, яғни соңғы конфликтім ол, яғни Дейрн және Назар. Сендер енді қазір Дейрн мен Назар туралы ештеңе білмейсіңдер, себебі олар қазір ұмытылып кеткен. Бірақ қазір мені егер олды адамдар қарап отырса, олар таниды десем де болады. Бұл жерде айтып отқан Дейрн деген ол дизайнер, яғни превью жасайды, шапка жасайды және де тағы да басқа қосымша нәрселер жасайды. Ал Назар деген оның, яғни ағасы, туған ағасы. Және бұл қалай басталды? Мен ең басында Дейрннан превью алып жүретін тұғымын, Discord арқылы. Басында жақсы араласып жүрдік, кәдімгідей брат, бауыр ретінде араласып жүрдік. Бұл конфликттің өршуі, яғни какой-то бір клан. Мен, яғни Дейрн өзім ең басында маған өзі менің кланыма кір деп өтінген болатын, бірақ мен кірген жоқпын, поэтому клан ұнаған жоқ. Сосын одан кейін мен уже ол клан ұнамағаннан кейін мен, яғни басқа кланға кірген болатынмын. Бір күні сол Дейрннің кланы мен менің кланым екеуміз, екі кланмен квр шығатын боламыз. Олар келеді, мен ол Дейрн ПК-мен ойнайды, ал мен Android-пен ойнаймын. Ол, менен ұтылып қалады, центрде пул басып жатырмыз, менде элиминатор, ода премиум ба сондай. Және ол ұтылып қалғаннан кейін мен оны енді комбит етіп кеттім, кәдімгідей мықты етіп.
И ол мені кәдімгідей читер деп маған балағат сөздер айтады, яғни көптеген ыңғайсыз әңгімелер айтады. И одан кейін мен олмен конфликттасып, в общем, оның арты үлкен бұғауыз, сондай сөздермен бітетін болады. И одан кейін мен онымен вообще араласпай кеттім, оны вообще көрмей де кеттім, не істеп жатқанын білмедім. Негізі өте жақсы бала, яғни досым болатын тұғын. Бірақ біздер какой-то бір клан үшін осындай нәрсе болып кеткен болатын, иә. Достар, енді менің МКП-дегі, яғни тарихымда, өзімнің МКП-дегі мен онша қатты ешкіммен олай қатты конфликттасқан жоқпын. Яғни сендер білетіндей Денфи сияқты әр ютубермен бір қырылып, немесе Шалкер сияқты ондай менде ешқандай нәрсе болған жоқ. Мен себебі МКП-де только өзімен өзім жүретін адам болатынмын. Яғни ешқандай хайп іздемеймін және хайп қылмаймын. Әркіммен қырылып, өзімнің немді қалай айтсам болады, қадірімді қашырмайтын адам болдым, иә. Түйін, достар, ешкіммен конфликттаспаған, ешкіммен конфликттаспаған дұрыс, яғни ешқандай айқай-шусыз дос ретінде шешуге болады десем де болады. Ал сіздермен болған мен Онтик, и және давайте, пока.